Қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін біз әдемі жұмсақ мысық жасаймыз. Алдымен жай екі түрлі жіп қажет. Және де екі картонды қиып, біреуін 6-5, біреуін 5 см қылып қиып дайындап алдық. Алдымен 6-5 см картонның ортасына жіпті қойып, сыртынан 150 рет орап аламыз. Ұнаса тіркеліп кетіңіздер. Екіншісін күлгін жіпті жалғастырамыз артынан. Ортасындағы картонды алып тастап, ортасындағы өткізген жіпті қатты тартып байлап қоямыз. Бізге осындай жіптен екеу қажет. Мінекей дайын болды. Осы дайын екі жіп, оралған жіпті бір-біріне қосып қойып, байлап қоямыз. Енді осының ортасын қайшымен қырқып шығатын боламыз. Айландырып қырқып шығамыз қайшымен. Енді бізге осы жіптің дөңгелек болу үшін сыртындағы артық жіптерін қайшының көмегімен айландырып қырқып шығамыз. Мінекей біздің мысығымыздың денесі дайын болды. Таяқшамен кішкене түртіп түзелеп аламыз. Енді екінші картонымыз 5 см картонды алып, тағы да осындай жіпті кішкене қылып айландырып шығамыз. Алдымен көк түсті жіпті 110 рет айландырамыз. Екіншісін әрине 40 рет айландырамыз. Осы денесін қалай айландырдық? Басында осындай айландырып шығамыз. Екі тананы бір-біріне осы жіптің ортасын байлап атқанда, әрине қаттырақ қыссаңыздар, нығыз қылып қатты қыссаңыздар болады. Өйткені қайшыны ортасынан кесіп, жіптерін ұштарын түзелеп атқанда қырқып жіберулеріңіз мүмкін. Екеуін бір-біріне жабыстырып, екінші біз мысығымыздың басы дайын болды. Енді бізге мысығымыздың аяғы керек. Осы кішкене шанышқылдың көмегімен біз осы ортасын жіппен өткізіп 15 рет айландырамыз. Бұны артынан жалғастырмаймыз. Арнайы біреуін байлап аламыз. Енді екінші жіпті де сондай қылып айландырып аламыз. Мінекей біздің екінші жібіміз де дайын болды. Бір-бірін біріктіріп, кәдімгі басы мен денесі сияқты қылып байлаймыз. Енді артық жіптерін кесіп тастап, кәдімгі ортасын қайшымен кесіп, бұны да артық жіптерін тегістеп дөңгелек домалақ қылып аламыз.
Одан бізге екеу керек, екі аяғымыз. Мінекей екі аяғымыз дайын болды. Енді бізге мысығымыздың мұрты қажет. Оған 20 рет байлап, бұл жерде де 2 дана қажет. Бірақ бізде бір-біріне біріктірмей, арнайы бөлек-бөлек қылып, домалақ қылып жасап аламыз. Таяқшаның арқасында ұштарын, жабысып қалған ұштарын таяқшамен түртіп бір тегіс қылып аламыз. Мысығымыздың мұрты дайын болды. Енді бізге мысығымыздың құйрығы керек. Құйрығын жасау үшін алдымен жіпті өткізіп, бұл жерде біз 15 рет байлап, артынан осы жіпті жалғастырып өтеміз. Сонда бір-біріне жалғасып кете береді. Қарасаңыздар, өте оңай әдіс. Мысығымыздың құйрығы полоса болып келеді сонда. Ұнап жатса, әрине міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Аямаңыздар лайкты. Сұрақ болса қоя кетіңіздер, жауап беруге тырысамын. Біздің құйрығымыз дайын болды. Артық жіптерін кесіп, ортасына қайшымен қырқып шығамыз. Құйрығымыз дайын. Енді осылардың бәрін алдымен енді мысығымыздың құлағын жасаймыз. Фоамирон қағазымен ыстық кілегінің арқасында осы жаңағы қырқылған артық мусорға тастайтын жіптерімізді қолдануға болады. Соның үстіне, кілегінің үстіне жаңағы жібімізді жабыстырып қоямыз. Мысығымыздың құлағы дайын болды. Енді ортасына спашка таяқтың арқасында ортасына басы мен денесін біріктіріп қойдық. Әрине, артық жіптерін әр ұстаған сайын шығып жатады, сондықтан қайшымен қырып тастаймыз. Енді аяғын таяқшаның арқасына аяғын біріктіретін боламыз. Ортасында кішкене жүнін алып, аяғын ыстық кілеммен ары қарай жабыстырып қоямыз. Мінекей біздің аяғымыз дайын болды. Енді біздің бұл жерде мұртын жасайтын боламыз. Мысығымыздың ортасын ашып, кәдімгідей мұртын жабыстырып қоямыз. Бұл жолды таяқшаның қажет жоқ. Оңай ыстық кілеммен жабыстырып қойдық. Енді бұл жерде біз құлақты жабыстырамыз. Мысығымыздың ол да кішкене оңайлау болды. Ортасын жүнін ашып, ортасына кілейді қойып, жағып, жабыстырып қойдық. Мысығымыздың құлағы дайын болды. Енді бізге мысығымыздың көзі қажет. Көзді өздеріңіз білесіздер. Мысықтың көздері көбінесе жасылдау болып келеді. Мына тапқан кішкене көзім осы болды. Енді аузы мен мұрны. Енді біз мысығымыздың құйрығын жасаймыз. Ортасындағы жүнді ашып, кілей құйып, жабыстырып қоямыз. Жанына қайырылу үшін мінекей жанынан кілей қойып, жабыстырып қойдық. Енді бізге мысығымыздың кішкене туралап аламыз. Шығып тұрған жүндерін. Тегістеп отырсаңыздар, мысықтарыңыз
әдемі бір тегіс болып шыға келеді. Енді бізге не жетпей тұр? Мысығымыздың мұртында кішкене, мұртына кішкене ұзын жіптерді кілейлейміз, дайындап қойған. Мінекей біздің мұртымыз дайын болайын деді. Енді біз мысығымызға сәнді болу үшін кішкене мойнына бабочка дайындап қойдық лентадан. Біздің мысығымыз дайын болды. Көргендеріңізге рахмет.